өте слабый. Сынса да сразу сынып қалады ғой. Но бірақ сапасы мен өз балама бермейтін едім. Күннен күнге Қытайлар бізді таңғалдырудан жалықтырмай жатыр ғой. Маған ал сыртындағысы өте қатты ұнады. Мен сразу 10-нан 100 беремін. Ұнады, өте қатты ұнады. Қайраттың ортасына подарить екен. Сәлем достар, бүгін бізде распаковка. Сіздермен бірге құпия 20 тауарға анпакинг жасайтын боламыз. Сіздермен бірге Алуа және Дана. Барлықтарыңызға сәлем. Ал ендеше бастайық. Қандай тауардан бастаймыз? Білмеймін, мұнда әйтеуір құпия сондай өзіміз білмейтін әртүрлі категориядағы 20 тауар бар. Қазір өзіміз де білмейміз, ішінде не бар екенін. Біз бірге сіздермен бірге ашып көрейік. Опа, мына тауардан бастайық. Не деп ойлайсың? Білмеймін енді. Түсінбеймін қытайша. Иероглифтер, техника сияқты ма? Қазір көреміз. Жастық сияқты. Ал сіздерші, не деп ойлайсыздар? Опа, наңыз. Екен. Мына жерде ашылатын бар. О, вау. Бұл бізде жастық. Мына жерде қалай қолдану керек? Инструкциясы бар екен, бірақ қытайша переводчикпен аударып алсақ. Иә, былай түсінікті ғой. Қандай жұмсақ, күшті. Бұл жастық тағған кезде мойын ауырмасы үшін арнайы тігілген ортопедический жастықтар болады ғой. Турасында жастық, материал барлығы күшті. Андай терлетпейтін материал сияқты. И ұстап көрші, жұмсақ. Губка сияқты ғой негізі. Даже қалай жуылатына дейін бәрін көрсетіп қойған. Стиралкаға жуа болады екен, қолмен жуса болады екен. Күшті, өте керемет. Енді осындай жастықтарды негізі қолдану керек қой, біз дұрыс қолданбай жүрміз, негізі осындай жастықпен күшті ұйықтайтын шығармыз. Ұясында. Иығымыздың қандай жүрген. Көшіп жатыр негізі осындай. Қалай дедіңіз жаңа? Жастық ортопедический. Ортопедическийға уже адамдар көшіп жатыр, сондықтан. Күшті тема. Қалай ұнады ма саған? Қаншадан қанша бересің? Давайте бүкіл тауарларды 10 балдық шкаламен есептейік. Қанша бересің? Білмеймін, өте жақсы тігісі, барлығы аккуратно тігілген, сондықтан 10-нан 9. 10-нан 9. Я, мен де солай берем, 10-нан 9, потому что анау сыртындағы несі қаба ашылады екен, сыртын ашып жуса болады бөлек. Бұл тауарға 10-нан 9 береміз. Опа, мынау келесі тауар, қазір хит болып жатыр, өздеріңіз білетін шығар. Сен білесің ба? Бұл ойыншық па? Ойыншық, бірақ қазір көрсетем. Бұл ойыншық негізі үлкендерге де арналған, балаларыңызбен отырып ойнасаңыздар да болады. Күйеулеріңізбен, достарыңызбен уақыт өткізуге күшті. Мына жерде мынаны былай ұрамыз, и кім бастайтыны туралы көруге болады. И мынандай магнит қой. Былай қоямыз. Итке будып аламыз былай. Мен мынаны көргенмін. Иә, тиктокта хит болып жатыр ғой. И ойнаймыз ғой. Мен мына жерге қойдым. Күшті. Все, распаковка бітті, біз ойнаймыз. Ойнап кетсін. Вот, мынаны сен аласың. Қолымызда ана магнитті бірінші бәрін бітіру керек, иә. И осылай ойнаймыз. Бұл негізі өте қызық, мысалы, үлкендерде папалармен, мамалармен отырып ойнасақ, бірге уақыт өткізуге күшті таптырмас ойыншықтардың бірі. Отбасымен бірге уақыт өткізуге күшті ғой. Иә. Жақсы. Әдемі. Әрбір отбасының үйінде болу қажет деп ойлаймын, өйткені үйіне қонақтар келген кезде де, мысалы, бірге уақыт өткізген күшті ғой, Мынау мысалы маған ұнады. Майыстырсаң да сынбайды, негізі пластмасы өте жақсы екен. И мынау магниттары да прям көрініп отыр, қалай жабысады. Вау. Короче, міне осындай өте жақсы. Бұған беретін бағам менің 10-да 10. Күшті. Мен де келісем. Күшті екен ойын. Енді келесі. Келесі не екен? Балаларға арналған бутылка. Мен аша берем ба? Тұрғанда әдемі. Бутылка емес, банка сияқты. Бірақ садикке ұстап алып жүргенге күшті ғой. Балалар негізі қазіргі көп балалар су ішпейді, өздеріңіз білесіздер, андай сок барлығына жүгіреді ғой. Ал мынау су ішуге бір ынталандыратын сияқты, өзің үйде әдемі ойыншықтан ішесің деп. Иә, олар кәдімгі қызық. Bir жағынан ойыншық сияқты еще. Қанын ашып көрейік. Ішінде кәдімгідей несі? Пластмасса что-то дұрыс емес сияқты ма? Қалай ойлайсың? Мынау қалай ашылады? Мынау былай ашылады екен ғой. Чай құйсам мысалы, иә? Болатын шығар. Иә. Бірақ мынаны ашылуын түсінбей жатырмын. Қара, мына жақтан былай ішеді екен. Трубочкасы салып қоятын ба? Жоқ, мынаны өзің ауызбен ішеді кіріңізі. Ал трубочканы мына жерге салады. Трубочканы мына жаққа салу керек негізі. Міне. Мынаны былай ішеді. И трубочканы мына жерге салынады ғой. Түрі өте әдемі, бірақ сапасы анау үшін
ішінде ойыншығы брелок қой. Міне мына жерге бүйтіп. Ана жерге қыстырып қойсын, иә. Ну, түрі өте әдемі. Су ішуге прям су ішкім келіп тұрады ғой мынадан. Но бірақ сапасы мен өз балама бермейтін едім мысалы, өйткені пластмасс біріншіден. Негізі жақсысын таңдауға болады. Бұның стеклянный түрлері де бар, андай стекло мен пластмасс араласқан түрлері де болады, негізі. Сәл андай слабый пластик сияқты, иә? Слабый пластик сияқты. Бұның артикулын сіздерге бермейміз, ұсынбаймыз. Бұған бізде 10-нан мен даже 2, даже 1 беретін едім. Бір балық тек түріне ма? Иә. Түрі бір түріне бола. Өйткені слабый. Сынса да сразу сынып қалады ғой. Сол көп тауарлар андай адамдар суреттеріне қызығады да, күшті болып тұрады, бірақ келген кезде материалы мысалы онша емес болып қалады. Сол үшін міндетті түрде переводчикпен прям аударыңыздар. Стеклосын алсаңыздар, онда күшті болады. Но енді стекло бір жағынан басына сынып қалса баланың бір жеріне кіріп кетеді ғой. Сапалы пластиктар болады ғой, соны алсақ болады деп ойлаймын. Мындай блендер көрдім. Вау. Вот мына блендердің пластигі жақсы. Жаңағы сияқты пластик емес. Мына жерге зарядкаға қояды екенбіз. Мына жерде зарядкасы бар, Type-C. И өзіңізбен бірге алып кете бересіз. Ручной блендер өте ыңғайлы сияқты. Офиста істейтіндерге, мысалы, жандарыңызға қойып қоясыздар, да? Давайте осыны қазір тест жасап көрейік. Қалай? Давайте мен қазір блендерден жасап көрейік. Алма бар ма бізде? Алма, бар екен, как раз. Опа. Енді бұны кесіп, мынаның зарядкасы бар ма екен? Бір жаманы бұларда зарядка ғой. Но енді күніне бір рет қойып қойсаңыз зарядкаға, мне кажется, нормально. Алманы турап алайық онда, турап салып көрейік сумен кәдімгідей. Мұны біз алманы турап алдық, ал енді кішкене су құяйық. Ну, енді сапасы былай жақсы сияқты, қазір тексеріп көреміз. Жоқ, турап отыр. Кәдімгідей айналдырып отыр, негізі алма қатты ғой. Соны өзін жақсы айналдырып отыр. Егер клубника, банан болса, жақсы сияқты. Ішіндегі насадкасы шағы ондай қатты үлкен емес, сол үшін көбірек сондай жұмсақ фруктардан жасасаңыздар күшті болады. Қараңыздар, алманың осындай прям соқ қылып істеп жүр ғой, күшті. Фреш болды. Мына алма вообще жоқ ішінде. Алма ең қаттысы ғой, негізі сол себепті біз алманы тест жасадық. Енді клубника, бананды смело бұлар жақсы жасайды. Сапасы негізі жақсы. Еді қазір қандай баға береміз? Қазір мен ішіп көрейін. Кәдімгі сондай офиста істейтіндерге өте күшті сияқты негізі. Мына ішуде ыңғайлы екен. Таңертең солай өздеріңізбен салып аласыздар сумкаларыңызға. Диета ұстап жүргендерге кәдімгідей, правильный питание қолданып жүргендерге күшті екен. Дәмін де күшті, одан да сумен алманы араластырған жақсы екен. Баға қанша берсек болады? Бір 8 берсем болады. Жақсы, өте жаман емес. Жақсы, сапасы барлығы күшті. Қатты алманың өзін ертіп жүріп, басында насадкасы, бұт қараңыздар. Негізі қатты үлкен емес, кішкентай ғой. Соның өзінде алманы езді. Ғана кішкентай. Майда қылып тұрасыңыздар. Жақсы болады. Күшті. Шығады екен. Апа. Ұқтай. Бұл не? Контейнер андай. Былай ашылады екен. Былай алынады екен. Мына жерге щеткаларды қойып қояды да? Щетканы қойып қояды, сен бетін жауып қояды. Ал мынау ауызша. Яғни қыздың суреті, ұлдың суреті. Мына жерге щеткаларды қойып қояды. И потом мына жерде ауызды шаятын, қайтадан жуып осы жерге қойып қоясыздар. Ал мына төбесіне сабын қоюға болады. Мына жерге. Ал мына жерге зубная паста. Артынан андай несі бар, іліп қоясыз ғой. Үйге күнігін бойынша, үйге қол жуатын жерге. Айнаның жанына. Мына қарасаңыз, мына жерде. Зубная пастаны? Зубная пастаның сыртынан бассаңыздар. Мына көрдіңіздер, былай сығылады. Бұл қазір тоже хит болып жатыр ғой. Бұл қазір Инстаграмда көрсетіледі. Мына жерге басқа керек заттарды қойып қоясыздар. Мына жерге зубная паста, сабын, щетка и потом ауыз шаятын бар. Күшті? Күшті екен. Артық заттар салуға да. Ухачистка, майда-майда заттар салып қойса. Пластмасста қатты, негізі жақсы, сапасы. Қанша бересің? 10-нан 10 дейік, өйткені күшті. Керек заттардың бірі ғой, негізі. А то үйде ондай бәрі шум болып көрсетіліп тұрады ғой. Зубная щетка, паста. Ана жерде барлығы жинақ болып тұрады. Ұсынады маған. Іште салып қоясың барлығын. Шкатулка сияқты. Әдемі екен. Сіз осы тауарларды, егер ұнаған тауарлар болса, мысалы, тура қазір скриншоттап, кез келген маркетплейстен тауып аласыздар айтпақшы. Бірақ біз қосымша түрде жақсы тауарларға сілтемелерін де қалдырып өтеміз. Енді тағы бізде үлкен коробка екен.
Бұл көрейік. негізі мына жақта жазылып тұрады, бірақ түсінбедім, оқыған жоқпын әлі. Бұл шкатулка жаңағындай бүкіл заттарды салуға арналған. Косметика салып қоятын сияқты андай қыздарға органайзер деп. Органайзер, иә. Иә, мына жерге еще несін жаңа. Екі жағы да ашылады екен. Вау, күшті екен, иә. Ана жақта тоже бағанағындай. Вау, еще киім екен бай. Дәу ашылады. Бір үлкен осындай кез келген заттарды салуға болады. Моншақтар. Иә, моншақ барлығын. Бұл да пластмасс, но пластмастар тоже качественный, жақсы. Айнаның алдына өйстіп қойып қойсаңызда әдемі негізі. Осындай органайзер контейнерлар өзім өте жақсы көремін, сондай мен ауырамын. Иә, өте әдемі. Барлығы солай күшті жинақы тұрған ұнайды. Иә, даже кішкентай қыздарыңызға да осындай сыйласаңыздар болады, иә. Кәдімгідей өздерінің заттарын жинап бастайды. Әдемі Ойыншықтарын екен. салып қойса болады. Моншақ салса да болады, иә. Маған ұнады. Күшті екен. Иә, күшті. Маған да ұнады. Сіз баға беріңіз. Оннан 10 сияқты. Оннан он. Өте әдемі жасалынған. Кәдімгідей салмағы бар негізі андай. Иә. Качественный пластмасс сына қоймайды бірден. Кішкене дейін кейін сынуы мүмкін енді. Бұл бізде очкилар. Бәрі бірдей очки, так бірдей екен. А мынаның түсі басқа екен. А жоқ, бәрі бірдей екен. Спортивный. Қазір енді бұрын бұндайды тек қана тауға кет деп ойлайтын едім ғой. Қазір енді барлығы кие береді ғой, мода болып кетті ғой. Иә, спортивкалармен киіп, тауға шыққанда прям бір жақсы андай көзге күнді кәдімгідей өткізбейтін сияқты өйткені Плотно жауып тұрады. Иә, плотно барлығын жауып тұрады. Әдемі екен. Әдемі, иә, бірақ мынау негізі пластмасс. Шетінің бәрі пластмасс болып тұр, жеп-жеңіл. Енді сынбайды деп ойлауға болады. Сындырып көрейін ба? Жоқ, сынбайды. Сынатын сияқты любой нәрсе сындырсын. Жоқ, қазір қараңыз, біреуін, мынау төртеу ғой, давайте біреуін сындырып қояйық. Жоқ, мына жері сынбайды. Енді мен мына жерден сындырып жатқан жоқпын, мына ортасынан. Мына жер пластмасс. Көп очки осы жерді сынады ғой негізі. Жоқ, мынау кәдімгі плотный екен. Пластмасс үшін еще андай. Алдында. Мына жер шығып кетті бой. Қайтадан салынады екен. Иә, менде де шатынан салынады. Негізі материалы жақсы екен. Қараңыздар. Барлық күшпен істеп тұрмын ғой. Сынбайды, прикиньте, күшті екен. Енді очкиларды салатын, мен жаңа мына жерде бір не көріп қалғам. Антиблик сияқты. Түсі былай өзгеріп тұратын. Ал мынау бізде қараңыздар. Өте қызық, мынау сыртынан қарағанда кожа сияқты енді. Эко кожа екен. Қарасақ өте әдемі. Қазір қараңыз, мына жерге қанша очки сияқты да. Егер очкиді коллекциялап жинайтын болсаңыздар, вот осындай алып алыңыздар, сынбайды, сырылмайды очкиларыңыз. И зато барлығы бір жерде осылай көп орын алмайды, жиналып тұрады. Қайсы біреуін салып қояйық. Осылай аламыз да, жинап, қалай жинап? Былай екен. Өстіп жинап қоямыз. Былай іліп қоясыздар айналарыңыздың жанына. Иә, а то бізде очкиларды негізі шашылып жатады. Көбінесе, иә, өзінің 5-6 очкиіңіз болса, 5-6 қылып қоймай, осындай бір жерге жинап қойсаңыздар. Қайрат Нұртасқа өте керек нәрсе. Иә, Қайрат Нұртасқа подарить етейік. Күшті екен. Қайрат Нұртасқа аз сияқты. Аз ба, иә, осыдан бір 10 беру керек сияқты, иә. Просто осылай іліп қойсаң да болады, алға қара. Осылай іліп қойсаңыз да болады, жинамай. Иә, бүйтіп ала бересің да. Егер сіз гардеробыңызға прям керек нәрсе, гардеробыңыз болса іліп қоямыз. Қалай? Маған ол сыртындағысы өте қатты ұнады. Мен сразу 10-нан 100 беремін. Ұнады, өте қатты ұнады. Качествосы да күшті. Тігістері бәрі стильный. Сіздерге ше? Сіздер де комментарияға жазып отырыңыздар ұнаған тауарларыңыздың барлығын. Біз артикулын қалдырамыз астына, және өздеріңіз де былай скрин жасап, өздеріңіз қолданып жүрген маркетплейстен алсаңыздар болады. Енді бұл бізде аяқ киім. Вау. Сен размерің қанша? 36. 36, 37, 38 дейді. 36-ға келетін сияқты негізі маломерка сияқты. Мен аяғым 37. Полностью неден жасалған ғой. Резинкадан, иә. Негізі бұрын бар ғой. Резинкадан киген аяқ киімдер сағыз кетуші еді, онда иісі жоқ вообще. Иісі жоқ екен, иә. Резинка екенін білмейді. Былай сыртынан қарасаң негізі вообще резинка екенін көрмейді. Мен мынаны көзім дұрыс көрмейді да, минусым бар. И мына андай аяқ киім екен деп ойладым кәдімгі. Кожа сияқты, иә. Эко кожа деп ойласам, резинка екен. Кәдімгі мына жерге дейін істеген ғой. Ашып қалған. Что-то киіп көреміз ба? Ондайынан алға үйге барған соң киіп көріңіз, сізге тура келеді ма, көресіз ғой. Так, ал давайте тезірек тағы да мынандай тауар бар. Мен бұл тауарды алғам. Мен даже бұдан 5 мың алып тастағам. Потому что маған ең қажет тауарлардың бірі. Давай ашып көріңіз. Бұл не ол? Ашып көріңіз. Мен өйткені заказ жібердім, білем. Үйге керек бір нәрсе екен. Иә. Пакеті бар екен. Пакеті болғанда өзі осындай ғой. Керек емес артық заттарың болады ғой. Соны жинайсың. Наоборот, ішінде тұрады. Каркас қой. Мына сыртында. Ну енді осылай кішкене қиын жинау керек, чтобы сында түзу тұрады. Иә. Мына осындай міне. Күшті ма? Органайзер, иә, андай қыстық заттарды салып қойса болады. Мысалы, қыстық аяқ киімдер даже сиятында. Балалардың
мынаның качествосы жақсы екен. Мен алғандікі негізі андай наборда ішінде ең үлкені кішкентай сөйтіп бірінің ішіне бірін тұратын. Бірақ мынандай темірі қатты емес, мынаның темірі қатты екен прям. Замогы барлығы жақсы жұмыс жасайды. Андай полкаға салғанда да удобно да, ұстап қоя саласың, осы жерден алып қоя саласың. Мен бұны өзім қолданамын. Сол себепті мен бұған 10/10 беремін. Сізге керек па? Ал олыңыз үйге барып бүкіл заттарын жинайсың ғой. Скриншот жасап алыңыздар, өте керек зат екен негізі. Сондай артық заттарды салып қоятын. Қыс келе жатыр ғой, жаздық киімдерді ақмылдап сала берсе болатын сияқты. Ал мынау не деп ойлайсың? Мен де түсінбедім. Қазір Былай ашылады, ішінде мындай бір салфетка іздеп көре салайын. Бір жақсы Қытай жаңа сайттарынан ең жақсы жері любой товарды фото арқылы іздей аласың ғой. Ана бір секунд түсірдім уже, тура соның барлығын маған шығарып берді. Бұл бізде сабын салатын ба? Иә, сабын салатын. Былай ашады екенсіздер де, мына ортасында екіге бөлініп тұр ғой, сол жерге екі сабын салып қойсаңыздар болады. И бұны былай мына жермен іліп қоямыз. іліп қоясыздар, жабыстырып. Көрсетіп тұр ғой. Декен негізі үйдегі келген қонақтар сабын қайда деп іздеп жүретін сияқты ғой, мынандайды біз көрмегенбіз ғой. Айтам. Мына сабын бар деп, мысалы, мен де ойламадым, сіз де ойламадыңыз ғой. Мен ондай бір салфетка салатын деп ойласам. Бірақ оның ішіне қалай сет салфетка. Мынаны даже андай душқа қойғанға күшті сияқты, иә. Өйткені душтың ішінде ана сабындар еріп кетпейді, мына жерде тұрады. И мына жерінде астында специально ағатын сулар тұр. Ағып сабын құрғақ болып тұрады. Мынау ұнады. Мен үшін жаңалық болды ғой, бұл 10/10. Иә, ішіндегі су ағып сосын астымен кетіп қалады, иә. Ағып кетеді екен. Күшті? Вот тема. Маған ұнады. Опа. Бұл мини-кондиционер. Қазір жазға керек товарлардың бірі. Күзде де сентябрьда. Мен мынандай істерді басқаша деп елестетіп отырмын ғой. Мынау үлкен екен кәдімгідей. Мен мынандай кішкентай деп ойласам. Бұны қалай қояды сонда? Астында жоқ па? Андай бит ілініп тұратын жоқ па? Мына жерде Type-C зарядка. Білмеймін оны. Қалай қосамыз? Мына жерде қараңыз, мына жерде тұр. Бәсе, мен ойлап тұрмын, бұны алып бет қоямыз, сосын бетімізді ұстап жүреміз ба деп. Жаңалық болды ғой мынау. Қытайлардың таппайтын жо. Қарас деп тұр. Вау. Алланың шашы ұшып тұрған көріп тұрсыздар ма? Мынандай индийский кино. Мына жерде вот режимдар бар екен. Екеу ма? Үшеу сияқты. 3 режим бар екен. Мынау деген андай өзгеріп жатқан жоқ. Енді енді қатты ұрып жатыр. Бұл өзіңмен бірге алып жүргенге өте ыңғайлы екен, мысалы тауға, пикникқа барсаңыздар, сумкаға сияды. И потом бүйтіп ашып, бір жағынан бұл зарядкамен жұмыс жасайды. Зарядкаге қойып аласыз. И все, күшті, әдемі, маған ұнады. Бұл да бір жаңалық болды. Негізі күннен күнге қытайлар бізді таңғалдырудан жалықтырмай жатыр ғой. Мынаны қояйық. Тема. Баламен жүргенге удобно екен. Балаңыз қатты ысықтайды ғой, сол кезде қосып қойасыз, андай сквозняк сияқты болмайды, кондиционер сияқты болмайды, прям күшті жел беріп жатыр. Тема ұнады, бізге 10/10 бағасы. Қалай өлшейді? Күшті. Жинап қоя салатын. Бізде товарлар өте аз қалды енді қазір. Тура сол кондиционер деп ғой. Вентилятор. Мынау бірақ немен істейді екен, тоқпен істейді екен. Тоқ уже жалғанған. Тоқ мынандай тоққа тығу керек, зарядканың басынан ше. И потом плюс қосып істейміз. Мынандай бар ма мынандай? Бұл да күшті, бұның басы осындай USB. Неге USB екенін қазір айтып беремін. Бірінші тығып тексеріп көрейік. Мына бізде USB бар. Вау, қатты істейді екен, иә? Бұл анадан қарағанда қатты екен, прям шаш прям ұшып кетті. Күшті. Бұл да бірақ режим сияқты ба? Иә. Бұл не үшін жалпы? Бұл явно үйге қолданбаймыз. Бұны біз машинаға қолдану үшін специально басын осындай USB қылып жасаған. Машина алдына қойып, күн ыстық кезде, кондерларын істемей қалған кезде осыны қолдансаңыз болады. Күшті, бізге ұнады. Бұның да бағасы 10/10. Енді қозғалады екен. Мынау да қозғалады екен, иә? Бүйтіп қойсан да болады екен. Мынау асты былай жабысу керек сияқты ма? Иә, мына екі жерін жабысады ғой. Күшті екен. Енді былай түрі қап-қара демесеңіздер, неғып әдемі болып шығарды. Былай бұралады екен. Жан жаққа, иә? Иә, мысалы ортаға қойып қоясыздар да. Водительге соқтырады біреусі жанындағы адамға соқтырады. Күшті. Енді бұның әртүрлі басқа да андай түрі әдемісін алуға болады. Біз просто қап-қарасын беріп тұр бізге. Екеуі екі жақта істеп тұр. Біреу ма, біреу саған қойып. Вау, күшті. Беретін бағамыз 10/10. Күшті. Келесі товар, бұл бізде. Не? Скакалка секретный. Сондайды енді көрген бұрын, сол себепті біліп тұрмын. Бұл неге қысқа деймін да? Просто екі қолмен болса секретсің. Скакалкалар ұзын болушы еді ғой? Ол аяғыңа тиіп, қайта шалынып істетін еді ғой. Ал мынау қазір спортқа айналған. Ауада тұрып секіресің, мынаумен былай. Айналдырған сайын, ал санайтшы. Қазір санайтын режимі бар мына жақта. Әлде санамай ма бұл? Бұл санамайды екен. Негізі санайтындары да бар.
менде болған өте күшті, а то скакалкамен аяғыңа тиеді, сөйтіп аяғың ауырып, сондай бір нәрсе болатын еді ғой. Мына жерде тұрып ауада тұрып секіре бересің. Күшті, маған ұнады. Еще розовенький күшті екен, иә? Бірінші рет көріп тұрмын негізі. Жаңалық болды ма? Иә. Сөйтіп секіре бересің ғой, короче. Қолыңмен айналдырасың да. Бұл да ұнады бізге бағасы. Енді басқасын қанша секіргенімді білгің келеді десеңіз, тура осының санайтыны бар мына жерінде. Қанша секіргеніңіз көрсетеді, 100 па, 50 ма, сондай. Мынада кішкене еще салмақ бар, сол себептен де қолыңызды, аяғыңызды жаттығып. Маған мынада 10 сен қанша бересің? 10 шығар. Ондан. Сол спортпен айналысатын қыздарға, сол қыздар тоже 10 деп айтады шығар. Ал келесі тауарымыз. Мынау прям хит болып жатыр ғой. Хит болып жатыр, бұны үлкендері де бар, кішкентай, ең кішкентай ғой, қарасаңыздар. Бұл енді саяхатқа алып кетуге арналған, иә, ыңғайлы. Осы мен көргем балалардың киімін тіктейтінде. Балалардың киіміне Кішкентай кішкентай киімдер болады ғой, сол. Иә. Мындай үлкен үтікпен басып жатқан шығар. Өзі кішкентай шеше мына жерге су құятыны бар екен да. Және айта кетейін, Қытайдан тапсырыс бересіздер ғой, осындай техникаға. Бастары міндетті түрде осындай болып келеді, екеулеп. Өздеріңіз ана переходник алып қолданасыздар ғой. Міндетті түрде переходник алып дайын отырсаңыздар болады. Өйткені Қытайдың кез келген тауары осындай. Ал енді аны көреміз бе? Көрейік, иә. Қазір мен переходник алып беремін. Түрмен жасайық. Мына бізде футболка бар. Оны мыжып жатырмыз. Қазір мыжық болсын деп. Дайынсыз ба, Алуа? Дайынмын. Тіпті тест жасап көрейік. Кішкене ортасын мыждым. Қалай екен? Кішкентай болған соң, мне кажется, күші жетпейтін сияқты ма деп ойлап тұрмын енді. Қалай екен деген ойыншық сияқты ма? Ойыншық үтіктер Мына болады. жер кәдімгі ыстық болып тұр. Иә. Үтіктеген жеріміз көрсетейік қазір. Мына жартысын үтіктемеймін, мына жартысын үтіктеймін. Бізде былай үтіктеп жатқан сияқты жақсырақ. Чем ана үлкен үтікті бір жерге көтеріп алып жүргенше, осыны алып алған жақсы ғой, иә? Кішкентай қылып. Сумкаңа сала саласың болды. Бұл енді андай көбінесе жұқа материалдарға ғана келетін сияқты. Иә? Үтіктегеніміз көрініп тұр ма? Негізі бізге өзімізге білініп тұр, үтіктелген, үтіктелмеген болып. Сіздерге ше? Міне, вот күшті. Маған ұнады. Бірақ енді білмеймін қандай баға беремін. Қандай баға бересің? 8, иә. Алып кетуге ыңғайлы. Және енді үтіктейді, ішіне су құю керек. Біз енді асығыс болған соң су ішіне құймадық. Сол себепті 8 берсек болады. Егер осындай үтік сумкаға салып жүру керек болатын болса, алсаңыз болады. Әртүрлі размерлері бар. Иә, әртүрлі размерлары бар. Енді качественныйларын да алсаңыз болады, қымбаттыраған. Бірақ біздікін жақсы үтіктеді. Сол себепті прям енді күшті үтіктеген жоқ. Жоқтан барға үтіктеді, сол себепті 8 бердік. Осымен бізде тауарлар аяқталды. Болды. Осымен бізде тауарлар аяқталды. Қалай болды жалпы сіздерге? Өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде комментарияға қалдыра кетіңіз. Ал келесі кездескенше аман болайық. Сау болыңыздар. Рахмет.